Мен Мұсабекова Сәуле Мұқатайқызы, Ақкөл жалпы орта білім беретін мектебінде 40 жыл ұстаздық еттім. Қазақ тілі пәнінің ұстазы болдым. Қазір зейнеткермін. Осы Екібастұз қаласындағы Ана Ұлағаты қоғамдық бірлестігінде мүшемін. Осы Екібастұз қалалық орталық кітапханасында Александр Сергеевич Пушкиннің 225 жылдығына орай жүргізіп жатқан поэтикалық дуэльге қатысып отырмын. Александр Сергеевич Пушкиннің достарға деген өлеңін айтып берейін. Жауларым тіс жармастан әзір жүрмін, ызамда басылғандай жалындаса, бірақ та жібермеймін көзден таса, шығасың жекпе-жекке бір күн бірің. Аяман шүйелермін мен кенеттен, қадалар сұм жүрекке өткір тырнақ, қаршыға дәл осылай тік сонырқап, ілетін көк құтанмен қазды көктен. Мен осы поэтикалық дуэльді Ақкөл орта мектебінде 40 жылға таман еңбек еткен Тұрымтаева Бақыт Қабдоллақызына осы дуэльді поэтикалық жолдаймын.